Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Автокөлік жөнінде айтқанда біз автокөліктер негізгі үш бөліктен тұратынын ескерттік. Айттық, оның бір бөлігі автокөліктің шасси деп аталады. Шассидің өзі трансмиссия, жүріс бөлігі және басқару механизмдерінен тұрады. Ал басқару механизмдеріне келетін болса, ол рөлдік басқару механизмі және тежеу жүйесі деп аталады. Автокөліктердің тежеу жүйесі автокөліктердің қозғалысын, тежеуді, тоқтатуды және тұрақты тұруды қамтамасыз ету қажет етеді. Сондықтан автокөліктердің тежеу жүйесіне негізгі қойылатын талап ол бірінші, яғни қозғалыс кезінде тежеуді кідіріссіз қамтамасыз ету керек. Екінші мақсат автокөліктің толықтай тоқтауын қамтамасыз ету керек. Үшінші мақсат автокөлік тұраққа қойған уақытта оның тұрақтан қозғалмай тұруын қамтамасыз ету керек. Енді автокөліктің тежеу жүйесі жөніндегі дәрістік материалын біз толықтай бердік. Онда автокөліктің тежеу жүйесіне қатысты құралдардың, жабдықтардың, аспаптардың барлығының жай-күйлері айтылған. Біз енді соны нақты автокөліктің құрылысынан сол нәрселерді көрсету арқылы қысқаша түсінік беріп өтеміз. Автокөліктердің тежеу жүйесінің өзі оның қасиетіне байланысты, яғни қандай жүйе арқылы тежелетіндігіне байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші гидро жүйелі тежеу, екінші ауамен тежеу, үшінші аралас тежеу. Гидро жүйемен тежеу деген сөз ол сұйық арқылы тежеу. Бұл әдетте жеңіл автокөліктерде көп қолданылады, сосын шағын жүк автокөліктерінде қолданылады. Екінші ауа арқылы тежеу. Бұл енді гидровакуумный тежеу деп аталады. Бұл негізінен үлкен жүк көліктерінде жиі қолданылады. Енді аралас тежеу деп аталатын себебі ол жеңіл жүк автокөліктерінің немесе жеңіл автокөліктерінде гидро жүйемен қарсы вакуумдық тежеудің де элементтері қолданылады, сондықтан оны аралас тежеу деп аталады. Енді бұл екеуінің арасындағы артықшылықтар мен кемшіліктерге келетін болсақ, гидро тежеу әдетте бұл эффективный, яғни тез тежеуге уақыттан ұтымдылыққа және сенімділікті қамтамасыз етеді. Енді ауамен тежеудің гидро тежеуге қарағанда сәл-пәл ұзақтығы болады, бірақ ол да жиі қолданылады. Енді тағы бір артықшылығы, енді гидро тежеу кезінде адамның аяғының бұлшықетіне көп күш түседі, бірақ оны әртүрлі құрал аспаптар арқылы жеңілдету жолдары қарастырылған. Ал ауамен тежеу кезінде адамның аяғына көп күш түспейді, себебі ол ауа арқылы жүреді. Енді қысқаша қолданатын ауамен тежеуде негізгі бұл құрылғы, бұл компрессор. Яғни компрессордың атқаратын қызметі ауамен тежеу жүйесін тұрақты ауа қысымымен қамтамасыз етіп отыру. Ал компрессордың өндірген ауа қысымы арнайы баллондарда жинақталады. Баллондардың атқаратын қызметі автокөліктердің тежеу жүйесінде тұрақты ауа қысымы болу үшін белгілі бір дәрежеде ауаны жинақтап тұру. Яғни автокөліктің қозғалыс кезінде де және тұрақты тұрған кезінде де автокөліктің баллондарында белгілі бір қысымда ауа болады да, ол ауа қажет уақытында гидро жүйеге ауа қысымын жіберуді қамтамасыз етеді. Яғни компрессордан өндірілген ауа қысымы баллондарға жинақталады. Баллондардан түтікшелердің көмегімен таратқыш кранға келеді. Таратқыш кранның атқаратын қызметі баллоннан алынған ауа қысымын автокөліктердің тежеу жүйелеріне бөліп беру. Яғни автокөлік тежеу барысында автокран қосылады да, сол кран ауа қысымын мына энергоаккумулятор дейтін құрылғыға беріледі. Яғни автокөліктің неше тежеу механизмі болса, соншама дәрежеде энерго құрылғы бар. Біздің жағдайымызда мысалы мынау екі жетекті автомобиль, артқы бұнда 4 доңғалағында 4 түрлі тежеу бар, соған байланысты 4 түрлі гидроаккумулятор қолданылған. Енді гидроаккумулятордан ауа барғаннан кейін ол мына арнайы штокты қозғалысқа келтіреді. Ол қозғалыс тартқыш арқылы, мына тияғы тартқыш арқылы белгілі өсті айналдырады. Яғни ілгері кейін айналдырады. Ол өс барып
мына тежеу жүйесінің барабанына жақын орналасқан мына құлақты, яғни құлақты айналдырады. Құлақ барып, мына колодкілерді, яғни жапсырма орнатылған тежеу барабандардың колодкілерін кереді. Ол кергеннен кейін барып, мына тежеу барабанына барып, қатты үйкеліс туғызады. Сол үйкелістің нәтижесінде автокөліктің жүріс бөлігіне қатысты мына ступица өзінің айналысын тоқтатады. Ал ол ступицаға бекітілген доңғалақ жермен тістеседі, сөйтіп автокөліктің тежеуі қамтамасыз етіледі. Енді автокөліктердің маркасына қарай дискілі немесе жапсырмалы, яғни колодкалы тежеу жүйелері деп аталады. Кейбір автокөліктерде артқы жетектерінде, артқы белдіктерінде дискілі тежеу, алдыңғы белдіктерінде дискілі тежеу, артқы бөліктерінде мынадай жапсырмалы, яғни колодка тежеу қолданылады. Ал кейбір автокөліктерде, асан негізінен жүк автокөліктерінде толықтай мынадай барабанды, яғни колодкалы тежеу жүйесі қолданылады. Енді бұл екеуінің бірінен артықшылық кемшілігін келетін болсақ, екеуі де тежеуді толықтай қамтамасыз етеді. Бірақ мына жапсырмалы, яғни колодкалы тежеу сенімдірек, яғни ауыр салмақтағы жүк автокөліктерінің тез тежелуін және қамтамасыз етеді. Енді тежеудің бұдан басқа тағы бір жүйесі бар, ол бір жүйе, бұл қолтырақ тежеуші. Қолтырақ тежеуші дейтін, әр автокөлікті әртүрлі орналасады. Оның кейбіреулері трансмиссия арқылы тежеледі, кейбіреулері тікелей автокөліктердің мына жапсырмаларын, яғни мына колодкілерді тарту арқылы іске асады. Одан басқа қозғалыс кезінде тежеу, яғни оны бізде динамикалық тежеу деп атады. Яғни динамикалық тежеу дегеніміз автокөліктің қозғалыста келе жатқан автокөліктің қозғалысын баяулату. Бұл көбінесе мысалы жүк автокөлігі жүгімен немесе жүксіз өрден төмен қарай ұзақ тежеу қажет болған жағдайда, болмаса қала ішіндегі қозғалыс кездерінде светофорға жақындаған уақыттарда тежеуді бірден тоқтатып тастамай, бірте-бірте қозғалыстың жылдамдығын азайту мақсатында қолданылады. Бұл автокөліктің қозғалтқышы арқылы іске асатын тежеу. Оны динамикалық тежеу деп аталады. Яғни автокөліктің қозғалтқышының айналысын азайту арқылы, яғни педалды босату арқылы автокөліктің қозғалтқышы айналысы азаяды да, ол трансмиссияға баратын берілісті азайтады. Сөйтіп автокөліктің қозғалысы бірте-бірте тежейді, баяулайды. Міне тежеу жүйесінде қажетті құрылғылар мен олардың кейбір жұмыстары жөнінде қысқаша айтып өтетініміз осы. Тыңдағандарыңызға рахмет.